Қыздар қалдарың қалай? Бүгін бонус ростаны қалай контролировать етеміз, көрсетем. Мен қазір Айгүл Мажикованың кабинетіндемін, сол жерден көрсететін болам. Сіздер өз кабинеттеріңізге кіресіздер. Кіргеннен кейін бизнес дегенге басамыз. Отчеты дегенге басамыз. Отчет басқан кезде выберите тип отчета, выберите формат деп шығады. Выберите тип отчета дегенге анализ работы, структуры. Выберите формат дегенге телефонда всегда астындағысы HTML. Excel керек емес. Excel'де тек телефонда. Яғни осы айдыкын таңдаймыз. Мына жерде без директора, без консультанта, без консультанта деп көрсетеміз. И скачать. Міне қараңыздар, Айгүл Мажикованың бонус ростасы. Астында көрдіңіздер ме? Текущий показатель бонус роста. Яғни Айгүл Мажикова бонус ростаны алу үшін толықтай мына жерде бонус рост 3000 деп, яғни 3000-ға жеткізу керек. Қазір 2000 почти 400 болып тұр. 600 балл командасында заказ салу керек. Арғатай 51 адам заказ салу керек. Шағдан құламаса да әйтеу. Қазір 29 болыпты. Значит, 22 адам тапсырыс жасау керек. И үшіншісі бізде квалификационный рекруты дейді. Бұл жерде уже нормальный показатель. Енді мына жердегі 29 бен 51, яғни почти 22 адам. 22 адамды қайдан? Кімдер олар, е? Олар сізде заказ салып отырған қыздар. Солардың ішінен хабарласамыз. Мысалы, міне шаг жасап отырғандар бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші шаг. Сосын кейін бізде қазір акциядан көрсетем. Бізде акциялар бар, е, мына жерде. Акция на июнь деген. Отчетта көреміз, мысалы. Активный консультанттар бар. 1 мен 16 арасында заказ салған. Қазір 50 балға заказ салса, қазіргі таңда, мысалы, заказ салатын болса, мына сыйлықтардың біреуі тұрады. Смотря қандай. Сонымен жұмыс жасауға болады. Екінші тоже самое. Бұл енді келетін сыйлық. Мынау неактивныйлар. Вот, пожалуйста, неактивныйлармен жұмыс жасауға болады. Соңғы заказын февральда жасаған. Қазір олардың списін қалай шығару керек екенін көрсетем. Сосын кейін на первооткрывательно, первый новичоктарға и удаленияға кеткендерге. Яғни біз удаленияға кеткен, мына сабын алатындармен жұмыс жасасақ болады. И шаг өтіп отырғандармен жұмыс жасасақ болады. Және активный консультант дегендермен жұмыс жасасақ болады. Түсінікті ғой, осы акциялармен жұмыс жасаймыз. Енді оларды қалай табамыз? Қазір келесі видеода айтамын.